Мен Жанарыспын. Жасым 15-те. Астанада тұрып жатқаныма 13 жыл болды. Қызылорда облысында Қазалы қаласында дүниеге келдім. Отбасымның тұңғышымын. Гүлім атты сіңілім бар. Жамбыл Жабаев атындағы 4-ші мектеп гимназиясында 10-шы сыныпта оқимын. Оқу үздігімін. Бұл үлкен жауапкершілік. Ұстанымым мектепте ғана емес, өмірде де белсенді болу керек. Оқуды аяқтауға әлі 1 жыл уақытым бар. Әсіресе осы 10-шы сыныпта болашақ мамандығым, қай университетте білім аламын деген сұрақтар жиі мазалайды. Дегенмен мен таңдауымды жасап та қойдым. Бұл тұста сынып жетекшім Ләйлә Кенжеғали-қызының ойы мен үшін өте маңызды. Мен осы Жанарыстың бойындағы бір үлкен жауапкершілікті, әр берілген істі тиянақты орындап қана қоймай, оны жүзеге асыруда басты мақсатқа тұтатынын міне байқалып отыр. Ұстаз ретінде, пән мұғалімі ретінде де соған мен тілекшімін. Химияға деген ықыласым ерекше. Әзірге мектеп зертханасында күрделі емес, бірақ қызықты деген эксперименттер жасап жүрмін. Болашақта қажет болады. Жуырда ғана Алматыда өткен республикалық ғылыми жобалар конкурсында 3-ші орын иелендім. Үздік оқушы деген ең алдымен өзіне сенімді оқушы. Себебі қандай жерде болсын, сен алып шығатын тек өзіңе деген сенімің және білімің. Астанадағы агротехникалық университетте оқым келеді. Биотехнологияға қызығамын. Қош келдіңіз. Дәрілерді зерттеумен асастырмын. Мысалы, мен осы жылы ғылыми жобамда персин дәрісі мен емдік шөптерді салыстырған болатынмын. Дәрілік заттарыңыздың ішінде жаңағы, мысалы, сіз шөптен экстракт алдыңыз ғой, оның мысалы құрамында қандай заттар бар екендігін анықтау болады. Яғни биохимия жағын, оның ішінде қандай ақуыздар бар, сонымен қатар қандай жаңағы ферменттік заттар бар деген сияқты, соларды барлығын анықтап көруге болады. Университеттегі лаборатория аумағы және қолдану аясы жөнінен мектептегімен салыстырғанда үлкен екен. Ұнап отыр. Бұл оқу ордасына келерімді сезіп те тұрғандаймын. Қатарластарым мамандық таңдауда жүрек қалауына ғана ерік берсін деген тілегім бар.